Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз сіздермен география пәнінен 3-ші быжбымызды жазатын боламыз. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Сіздерге бірінші тапсырмада тіл халықтың ерекше белгісі, бірақ тарихтың даму барысында тілдің басқа аймақтарға таралуын байқалады. Енді А тапсырмасын жасауымыз керек. А тапсырмасында европалық тілдің Африкада және оңтүстік Америкада таралу себебін түсіндіріңіз дейді. Сіздер былай жазасыздар, себебі бұдан 10-15 жыл бұрын өмір сүрген нострат тілінен таралған деген болжам бар. Олар Африканың солтүстігінен бастап Евразия құрлығына өздерінен бұрын таралған палеоазиат тілдерін біртіндеп ығыстырып, осы аймаққа қоныстырады. Келесі